ырысбалаға айт, анау мынау, бетіне айтамайсың дейтіндер. Шақыршы ырысбалаңды, закалибалды шығардыңдар ғой. Отыр ғой ләкілдеп сториста. Анау өз сияқты адамдармен ғана ұрсып отырады да, по факту айтатын адамға ештеңке айтамайды. Вот бетіне айтаң, ештеңке айтамайсың мен айтқан ақпаратыма. Өйткені мен по факту айтып жатырмын. Ойдан құрастырып жатқан жоқпын. Саған жала жауып жатқан жоқпын, болмаса сен жамандап жатқан жоқпын. Тексерілу керек болды. Заң бойынша да, моральный этика бойынша да, адамдық бойынша да Алланың алдына барып жауап береді. Алланың алдына. Шығарсын онда барлық алаяқтардың барлығына Алланың алдына жауап береді. Алып тастайық заңды онда. Қан ішесіңдер бір. Не бір нормальный комментарий жазамайсыңдар. Зібір деп жазып қойыпты біреу еще. Осындай адамдар жинап алған ғой әдейі. Енді сіздерге ырысбала мен ырысбаланың қолдаушыларының өтіріктерін әшкере қылайын. Ең бірінші, ырысбала сборды бастаған кезде, қайырымдылықты бастаған кезде, бірінші үйді алатын кезде 12 күн жинаған сборды. Халық шулап неге 12 күн деген кезде бірден аккаунтын удалить етіп, резервный аккаунт ашқан. Сонымен екінші үйден бастап бір-ақ күнде, екі-ақ күнде сборды жинайтын болған. Егер бір-екі күнде сборды жинай алатын болса, неге бірінші сборды 12 күн бойы жинаған? Халық шуламаса, онда ол 12 күннен де асып кетер еді. Екінші өтірігі, мен бүкіл отчетты сендерге көрсетіп отырмын. Отчетты көрсету, ол счеттағы ақшаны көрсету емес. Мысалы, бір үйге 50 миллион жиналды делік. Ол өзінің 20 миллион счеттағы көрсетеді, қалған ақшаны переводпен байына ма, сіңлісіне ма жібере салады. Екінші өтірігі, ең басында сбор ашылған кезде мен сіздерге выписканы көрсетем деп бір-ақ рет па, бір рет көрсеткен екен. Ол выписканы көрсету үшін Каспий банкке барып, очередьте тұрып, мінекей халық қараңдар, мен Каспий банкте очередьте тұрмын сендерге выписканы көрсетуге деп. Енді әртіс қой, әртіс. Қалауынан шыққан, біраз нәрсені үйреніп шыққан шығар. Выписканы көрсету үшін банкке барып очередьте тұрудың қажеті жоқ. Каспийді ашасың, қарсылады выписки дейсің, мін саған бүкіл выписка шығады. Бұл жерде әртіс болудың қажеті жоқ. Каспий перевод тексеріледі деген заң шықпай тұрып, бірінші сондай қауесет шықты ғой енді, ел арасында сондай шулады. Соны естіген ырысбала, бірден мен 100 үйден кейін тоқтатам деп шықты. Не себепті? Өйткені Каспий банктың переводтарын тексереді. Ең басты өтірігі, қайырымдылық қордың атын жамылып, енді қайырымдылық қор деп қайырымдылық қорды ашты, аты ырысты қорма, ырысты бірдеңке, в общем, өзінің атымен ғой. Бірақ қайырымдылық қордың счетына емес, өзінің Каспий счетына жинаған ақшаны. Оның барлық дәлелдері менде бар. Оны әр адам біледі Каспий переводпен жібергенін. Барлығымыз сол Каспиймен жібердік ақшаны. Ол заңға қайшы келеді. Енді қайырымдылық қордың заңы, моральный этикасына сай, қайырымдылықты халық жинап берсе ақшасын, халыққа прозрачно дейді ғой, прозрачно көрсетіп отыру керек. Қанша жиналды, тиын тебеніне дейін. Мына ырысбала адалмын дейді. Адал адам ешқашан әкімді мақтамайды, ескертіп қояйын саған ырысбала. Мен ешқашан әкімді мақтамаймын. Наоборот, бүкіл әкімді даттайтын адам. Нағыз дұрыс адам әкім болмайды, мынадай ұрлы жемқорлардың заманында. Ескертіп қояйын саған. Өйтіп, жаңа Қызылорданың әкім, мынаны сайрамай ақ қой бұлбұлша. Содан ақ көрініп тұр ғой сенің кімге жақын екенің. Мен не үшін халыққа жақынмын? Адал адамдар халыққа жақын болады, ескертіп қой. Халық дымы жоқ қолында. А сен сол билікке жақынсың. Өйткені биліктің құзырына жаңа ауыз жаласқан адамдарың бар. Мен ешқайсыңыз маған керек емес, басты қатырма бізше. Қайдағы адалдық саған? Ана күлкіңмен қайдағы адалдық саған? Алдың ғой ақиқатына. Бостан босқа менімен арпалысып жатқан жоқсың. Адал адам олай ешқашан ондай сөз айтпайды. Айта бер, мен қорықпаймын ешкімнен де. Адалдығыма сенем, қарғаймын да, қарғыс салма, алғыс сал дейді сол үшін. Қарғыс өтеді еще таза адамның, ескертіп қояйын саған. Қайырлы таң қазақ елі, Бағдагүл емші және ырысбала екеуінің арасындағы текетіресті көріп отырмыз. Кейбір қазақ елінің азаматтары екі қазақтың қызын ұрыстырып қойып, арманыңа жеттің бе деп маған жазып жатыр екен. Бұл жерде мен ешқандай ешкімді ұрыстырған жоқпын. Бұл жерде өте үлкен заңдылық болып жатыр. Бағдагүл ханым Қазақстан Республикасының азаматшасы. Біріншіден, екіншіден Қазақстан Республикасының конституциялық заңнамасында 20 бапта әрбір Қазақстан Республикасының азаматы еліміздің ішіндегі болып жатқан әрбір мәселеге өзінің ойын, көзқарасын, пікірін білдіруге, талап айтуға құқылы.
иә, Бағдагүл емші ол ырысбалаға мына елдің ішіндегі үлкен резонансқа толған тақырыпқа неге тоқтау қоймайсың? Халық есеп сұрады ма, есебін бер. Халық сұрағанда қан атын сояды деп бір ауыз сөзіне баяғы ырысбала өзінің қаруы беттен алып төске шабуменен Бағдагүл ханымның жекесіне өтіп, оған жаңағы табиғи болмысын кекетіп, сол баяғы базар вокзал жекеге өту, ол ырысбаланың өте үлкен қателігі. Бағдагүл ханымға келетін болсақ, Бағдагүл ханым ырысбаланың деңгейіне түспеңіз, ол заңды түрде жұмыс жасалынып жатыр. Халықтың алдына шығып жабық түрде жауап бергені қажет емес, заңды түрде ашық жауап береді, ол міндетті түрде жауап береді. Сондықтан сіздің, мен байқағаным, бір айлық жұмыс жоспарыңыз бар екен, қолыңыздың қасиетіменен халыққа қызмет жасап жатыр екенсіз. Эмоцияңызды ырысбалаға бөлмеңіз, халыққа жасап жатқан қызметіңізге бөліңіз. Сіздің қолыңызға қараған бір шама жаңағы мұқтаж қазақ отыр екен. Ал ырысбала ол уақыт сағатында жауап береді. Оған заңды түрде сіздің жекеңізге өтіп, сіздің ар-намысыңызды таптағаныңыз үшін арыз шағым тастап қойып, бір айлық жұмыс жоспарыңызды, энергияңызды сол қазаққа жұмсаңыз. Кеше маған бір кісі жазып жіберіпті, неге біреудің айыбын ашасың, сабыр қылмайсың ба, ұят болады деп. Енді сізге айтайын, кезінде жап-жас өрімдей қыздардың позорын шығарып, инстаграмға салып, әке шешесімен бірге жалындырып, бір қателігі үшін айтпаған сөзді айтып позорын шығарған кезде осы ақылыңыз неге айтпадыңыз? Ей, сабыр қыл, жас қыздар жол көрсет қайта деп. Одан қалса, бір әулеттің келінін бір сөз үшін бүкіл әулетіне позорын шығарып, инстаграмда тікелей эфирге көрсетіп, бір, білмеймін, халық жауын ұстабағандай, бір террористті ұстабағандай жарияға жар салған кезде, әй, қазақтың қызысың ғой, қоя сал, әулетінен ұят болады деп неге айтпадыңыз? Бүкіл әулетінің әже апаларын өзіне жалындырғызып қойған кезде, сол кезде осы ақылыңыз неге айтпадыңыз? Одан қалса, үйін беріп алып, желкесінен шығарып, күніге тіміскіленіп барып, шаңба мына үй, кірма мына үй деп, желкесінен шығарып, дұрыс емес болса, бүкіл оқырманына, бүкіл инстаграмға беттерін көрсетіп позорғандай, осы сөз неге айтпадыңыз, сабыр қыл деп? Жесір әйелдің сен кіммен жатып жүрсің, неге жатып жүрсің деп, төсегіне дейін мұрнын тығып, бүкіл Қазақстанға бетін жариялап, позорын шығарғанда неге айтпадыңыз осы сөздерді? Беретін беріп алғаннан кейін неге залаққа қоясың, неге бүйтесің, хайуандар деп аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, құсып атқан кезде, апасы звондап, қызым қоя салшы, пожалуйста деп жалынып жатқан кезде, неге осы сөзді айтпадыңыз? Сен кімсің, мен сенімен сөйлеспеймін, танымаймын мен сені деп, көкірегін аспанға керіп отқан қызыңызға неге айтпадыңыз осы сөздерді? Алланың көзі түзу деп айтасыздар ғой, сол айтып тұрғандарыңыз рас екен. Алланың көзі түзу, біреудің айыбын ашты ма, кезек оған да келіп тұр.